Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бұл видеода мен сіздерге өзіміздің ана тілімізде мен ашқан жаңа болашақ қуат туралы әңгіме жеткізейін. Алдында шыққан 3 видеода мен орыс тілінде бүкіл әлемге ашқан қуат туралы хабар жібердім. Орыс тілінің аудиториясы көбірек, а менің тапқан қуатым бүкіл әлем мемлекеттеріне керек болады деп ойлаймын. Жерімізде миллиардтаған тонналап көмір, мұнай и басқа жанатын зат өртеніп жатыр қуат табу үшін. Табиғатымызға қатты зиян тигізіп жатыр. И болашағымызда табиғатпен не болатын үлкен сұрақ. Мен ашқан қуат үшін ештеңке өртеуге керек жоқ. Ауаға түтін, шаң, ештеңке тасталмайды. Тап-таза болашақ қуат. Бұл қуат бүкіл әлем елінің болашағы болады деп ойлаймын. Екінші видеомда мен орыс тілінде президенттен ашқан қуатыма патент алуға көмек сұрағам. Бірақ тыныш, ештеңке естілінбейді. Мырза президент, орыс тілінде көмек сұрағаныма хабар бермедіңіз. Енді өзіміздің қазақ тілімізбен айтайын. Қазақ энергетикасындағы проблемаларды бәріміз білеміз. Әлемге тиіспей қойайық. Миллиардтаған ақшамыз кетейін деп жатыр. Францияға, Қытайға, Россияға. Қысқалай бәрін қарық қыламыз. Мен ашқан қуат туралы әңгімені бір жылдай болды айтып атқаныма. Бір тиын сұрап атқан жоқпын. Маған патент алуға көмектесіңдер. Басқа ештеңке керек жоқ. Бірақ біздің Қазақстанымызға менің ашқан қуатым керек жоқ болса, кешіріп қойыңыздар. Басқа мемлекеттен көмек іздейміз. Жақсы, сау болыңыздар.